Қаптамаға салынатын таңбалау, таңбалауды қамтитын мәліметтер, жауап беруге тиіс талаптар. Қаптамаға салынатын тауар белгілері. Қаптамаға салынатын таңбалау бұл тұтынушыларды хабардар етуге арналған және заңнамалық талаптарға сәйкес келетін тауарлардың қаптамасына орналастырылған ақпарат. Әртүрлі елдерде әртүрлі таңбалау талаптары бар. Таңбалау қамтуы тиіс бірнеше мәліметтер бар. Олардың ең алғашқысы тауардың атауы. Ол дегеніміз өнімді дәл анықтауға мүмкіндік беретін тауардың толық атауы. Келесі өнімнің құрамы, ингредиенттерді көрсете отырып, құрамға кіретін барлық компоненттердің тізімі. Сақтау шарттары, тауарды сақтау бойынша ұсыныстар, мысалы температура, ылғалдылық, жарамдылық мерзімі. Жарамдылық мерзімі, тауар пайдалануы тиіс күн. Өндіруші туралы ақпарат, өндірушінің немесе сатушының атауы және мекенжайы. Өндіріс елі, тауар өндірілген жер. Пайдалану шарттары, қолдану бойынша ұсыныстар немесе нұсқаулар. Штрих-код немесе QR-код, өнім туралы ақпаратты есепке алуды және іздеуді жеңілдету. Энергетикалық құндылығы, азық-түлік тағамдар үшін, өнімдегі калория, май, көмірсу, ақуыздар мөлшері. Қауіпсіздік стандарттарына сәйкестік, егер тауар белгілі бір стандарттарға сәйкес келсе, немесе сертификаттары болса. Таңбалау жауап беруі керек талаптар. Тұтынушыға қолжетімділік, ақпарат оңай оқылатын, түсінуге болатын және қаптамада ыңғайлы жерде орналасуы. Айқындық пен дәлдік, мәтін дәл болуы керек және тұтынушыны адастырмауы. Заңнамаға сәйкестік, таңбалауға тауар сатылатын елде қолданылатын барлық нормалар мен стандарттарға сәйкес келуі керек. Тіл, көптеген елдерде таңбалау тауар сатылатын аймақтың ресми тілінде жасалуы керек. Жарамдылық мерзімі, егер бұл тауардың осы түріне қажет болса, қаптамада көрсетілуі керек. Қауіпсіздік, егер тауар қауіпті болса, ескертулер мен сақтық шаралары көрсетілуі керек. Қаптамаға салынатын сауда белгілері. Сауда белгісі бұл тауарды жекелендіруге қызмет ететін белгі. Ол мыналардан тұрады. Логотип немесе бренд белгісі, брендпен немесе өндірушімен байланысты бірегей сурет немесе сөз. Сауда белгісі, логотипті де компанияның немесе өнімнің атауында қамтуы мүмкін. Сертификаттау белгілері, мысалы органикалық, экологиялық, таза немесе тауардың белгілі бір стандарттарға сәйкестігін растайтын сапа белгілері. Патенттік белгілер, егер тауар патенттелген қорғалған болса, патенттелген белгісі көрсетілуі керек. Сәйкестік белгісі, мысалы Европалық одақ, тауардағы қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін куәландырады. Таңбалау түрлері. Тауарды таңбалау тауардың түріне және оның ерекшелігіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Міндетті таңбалау, азық-түліктің жасалған күні мен жарамдылық мерзімі, құрамы, қауіпсіздік туралы ақпарат сияқты заң бойынша қаптамада көрсетілуі тиіс мәліметтерді қамтиды. Ұсыныс белгісі, тұтынушыға өнімді таңдауға көмектесетін қосымша ақпарат, мысалы пайдалану немесе сақтау шарттары бойынша ұсыныстар. Арнайы белгілерді қолдана отырып таңбалау, органикалық өнімдер, экологиялық сертификаттары бар тауарлар сияқты ерекше мақсаты мен шығу тегі бар тауарлар үшін. Таңбалаудың дизайны мен орналасуына қойылатын бірнеше талаптар бар. Олар оқу мүмкіндігі, мәтін оңай оқылатын, қаріп анық және түсінікті болуы керек. Қаріп өлшемі, контраст және фон ақпарат қаптаманың барлық түрінде көрінетіндей болуы керек. Қарапайымдылық пен түсініктілік, міндетті ақпарат қабылдауды қиындатпай, бірден көзге түсетіндей етіп бөлінуі керек. Халықаралық белгілерді қолдану, мысалы аллергендер, уыттылық және тағы басқа туралы ескерту белгілері стандартталған және халықаралық деңгейде танылуы керек. Таңбалаудағы мәселелер мен кемшіліктер. Ақпараттың түсініксіздігі. Кейбір жағдайларда тауарларда жеткілікті анық емес немесе тіпті жаңылыстыратын ақпарат болуы мүмкін. Бұл терминдердің дұрыс қолданылмауына немесе толық ашылмауына байланысты болуы мүмкін. Толық емес таңбалау, өнімнің нақты құрамы немесе қауіпсіз пайдалану бойынша ұсыныстар сияқты маңызды деректердің болмауы, заңнаманы бұзуы немесе тұтынушылардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін. Жалған таңбалау, нарықтағы бәсекелестіктің артуымен кейбір жосықсыз өндірушілер жалған сапа белгілерін немесе сертификаттарды қолдана алады. Бұл тұтынушылардың құқықтарының бұзылуына және олардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
Бұл туралы алдағы видеороликтан толықтай білсек болады. Что такое маркировка и для чего она нужна? Из-за чего экономика страны может перестать развиваться. Это неизбежно случится, если пострадают две стороны – предприниматели и потребители. Бизнесмены не могут конкурировать на рынке производства товаров, когда имеется теневой бизнес. Мошенники уходят от налогов и делают низкокачественный продукт, чтобы продать его дешевле. От этого плохо не только предпринимателям, но и потребителям, так как неизвестно, подлинный ли это товар. Представьте, что вы можете узнать, где был произведен подакцизный товар и какой путь он прошел. Но что нужно сделать? Решением этой проблемы является система маркировки товара. Через подобные платформы создается цифровая экономика будущего. Технология позволяет эффективно бороться с контрафактом и контрабандой и защищает легальный бизнес. Исключается повторный вывод на рынок товаров с истекшим сроком годности. Позволяет избегать искусственного завышения цен на товары для потребителей. У легальных производителей увеличивается выручка за счет роста доли рынка. Это способствует контролю качества товара и созданию прозрачного бизнеса. Қазақстанда өнімді таңбалау әртүрлі стандарттармен, оның ішінде Қазақстан Республикасының ұлттық стандарттар жүйесі арқылы реттеледі. Бұл стандарттар тауарларды таңбалауға қойылатын талаптарды анықтайды. Сонымен қатар өнімнің қаптамасындағы ақпараттың форматы, орналасуы және мазмұны бойынша егжей-тегжейлі нұсқауларды қамтиды. Қазақстан Республикасының стандарты бойынша тауарларды таңбалауға қойылатын жалпы талаптар бар. Оларға тауардың атауы, тұтынушыға пайдалы болуы мүмкін, өнімнің немесе тауардың атауын, сондай-ақ оның негізгі сипаттамаларын міндетті түрде көрсету, композиция, денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін, тамақ, косметика, химиялық заттар және басқа да өнімдер үшін өте маңызды. Өнімдерді компоненттердің толық тізімі болуы керек. Өндіруші туралы ақпарат, қаптамада ұйымның атауы, оның заңды мекен-жайы және байланыс деректері бар өндіруші немесе сатушы туралы ақпарат болуы керек. Жарамдылық мерзімі және өндіріс күні. Бүлінуге бейім тауарлардың жарамдылық мерзімі немесе өндіріс күні туралы нұсқауларды қамтуы керек. Ондай өнімдерге тамақ өнімдері және дәрі-дәрмек өнімдері жатады. Заңнамалық актілер цифрлық таңбалауды енгізу, сондай-ақ таңбалау міндетті болып табылатын өнім түрлері сияқты бірнеше қосымша аспектілер. Және бұның ең алғашқысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Қазақстан Республикасының заңы. Бұл заң тұтынушылардың құқықтарын қорғауға бағытталған тауарларды таңбалау міндеттемесіне қатысты жалпы ережелерді белгілейді. Онда тауар, оның құрамы, сақтау мерзімі, өндіруші және пайдалану шарттары туралы ақпарат беру талаптары, сондай-ақ таңбалау талаптарына сәйкес келмеген үшін жауапкершілік шаралары көрсетілген. Келесі бізде тауарды таңбалау туралы регламент. Қазақстан өнімнің белгілі бір санаттарын таңбалау ережелерін реттейтін тауарларды таңбалау туралы регламентті қабылдады. Сондай-ақ жеткізілім тізбегіндегі жалғандықтардың алдын алу және алғышартты арттыру мақсатында тауарлардың цифрлық таңбалау жүйесін белгіледі. Тауарлар мен қызметтерді таңбалау тәртібі. Регламент тауарлар мен қызметтерді таңбалауға қойылатын міндетті талаптарды белгілейді және оның ішінде тауар туралы ақпарат, атауы, құрамы, шыққан елі, жарамдылық мерзімі, сақтау шарттары, сондай-ақ қауіпсіздік және денсаулыққа ықтимал қауіптер туралы ақпарат қамтылуы тиіс. Міндетті таңбаланатын өнімдер, темекі өнімдері, дәрі-дәрмектер, алкогольдік сусындар, киім, аяқ киім және медициналық бұйымдарды қоса таңбалануы керек тауарлардың нақты санаты бар. Электрондық таңбалау жүйесі. Қазақстан цифрлық таңбалау арқылы тауарды электрондық бақылау жүйесін енгізеді. Ол жеткізілім тізбегі бойынша өнімнің қозғалысын қадағалау және жалғандықтың алдын ала отырып, бірегей кодтар мен QR-кодтарды пайдалануды қамтиды. Тіркеу және сертификаттау тәртібі. Міндетті таңбалауға жататын тауарлар үшін өнімді тиісті органдарда тіркеу рәсімі бар. Таңбалау ережелерін бұзған үшін жауапкершілік. Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар бұзылған жағдайда өндірушілер мен сатушылар үшін жауапкершілік көзделген. Бұл мыналарды қамтуы мүмкін: айыппұлдар,
белгіленген стандарттарға сәйкес келмеген үшін нарықтан өнімді қайтарып алу, таңбалауға сәйкес келмейтін немесе қате ақпараты бар тауарлар анықталған жағдайда. Қылмыстық жауапкершілік контрафактілік өнімді сатқан немесе тұтынушыларды алдау мақсатында таңбалауды қолдан жасаған жағдайда. Ақпараттық талаптар. Регламентке сәйкес тауарларды таңбалау тауар санатына байланысты ақпараттарды қамтуы тиіс. Таңбалауды мемлекеттік бақылау. Қазақстанда таңбалау ережелерінің сақталуын бақылауды мемлекеттік органдар жүзеге асырады. Мысалы, Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитеті, тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі мемлекет инспекциясы. Және бұдан шығатын қорытынды мен тұжырым, сауда белгілері өндірушінің құқықтарын қорғауда, тауардың сапасын қамтамасыз етуде және оның нарықта танылуын арттыруда маңызды рөл атқарады. Қазақстанда тауарларды таңбалау туралы регламент өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тұтынушылардың құқықтарын қорғау деңгейін арттыруға және контрафактілік өнімнің таралуын болдырмауға бағытталған. Цифрлық таңбалау мен міндетті стандарттарды енгізу тауарлардың сапасын бақылауды жеңілдетуге ықпал етеді және нарықты ашық етеді.